Araplarda hicab deyilir, Kazaklarda oramal, kemeşek deyilir, Parslarda parançı deyilir. Bu Müslüman ayellerinin bu kiyimi bu. Müslüman ayelinin kiyimi, Müslüman emislerge kızığı yok bu narsa. Bu Allah Subhanahu Taala'nın farzı, bu talgılanbaydı bu narsa. Allah'ın farzı talgılanbaydı. Ol orundalar. Birinçiden biz bilүү керекпиz, ayel adam балиғат жасына толғанда оған әуретті жерін жабу парыз. Яғни беті мен екі қолынан басқа жерін жабу әйел адамға парыз, қыз балалардан балиғатқа толғаннан бастап. Алла Тағала осы аятпен хижаб мәселесі парыз етілді. Хижаб деген сөз перде. Қоғамда хижаб деген сөз біреуге намазға перде. Киім киетін кезінде ол кимешек жаулық, ол жамылғы. Алла Тағала өзіне иман келтірген әйел құлдарды солай қорғап қоюды қалады. Негізінде әйел адамның киімі кең болуы керек, әуретін жауып тұруы керек. Әйел адамның әуреті қолын осы білезіктен қолы, саусағының ұшына дейін екі қолы, одан кейін жүзі. Біздің мазхаб уламалары қолға қияс қылып, аяқты, яғни тобықтан төмен аяқты да қолдың үкімінде дейді. Жалпы осы жерлерінен басқа жерінің бәрі әйел адамның жабық болуы шарт, жабық болуы парыз болып табылады. Сол төрт мазхабтың барлығы дерлігі парыз деп айтады. Ол Құран-ы Кәрімнің Нұр сүресінің 31-ші аятымен парыз болды деп дәлел келтіреді. Хижаб бұл термин сөз. Осылай деп Құранда келмеген деу арқылы оны істен шығарып тастау қате ұғым болады. Себебі хижаб мағынасы бұл бүркеншік, жабу деген мағынаны береді. Әйел кісінің әурет жерін жабық болуын айтылады. Хижаб бұл осылайша парыз болды, және ислам термин сөзі болғаннан кейін оның белгілі бір арнайы дәстүрлі бір киімге ұқсату міндет емес. Ол Алланың әмірі. Ол біреудің еріккеннің ісі емес ол. Ол анау батыстың жыртық шалбарын киген сияқты еліктейтін нәрсе емес ол хижаб деген. Алла біледі, егер жаңағы бұл хижаб фарыз болмағанда қанша қыз баланың тағатын тақпайтындығын. Бірақ олар еріксізден тағып жүр. Алланың әмірі дейді.